Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сіңілімнің туған күніне арналған өте дәмді, нәзік, әдемі болып шығатын упи-пай тортын дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керек заттар: 300 грамм ұн, 300 грамм қант. Қант асып кетпеу керек, кем болған ештеңе етпейді. 220 грамм сұйық май, 30 грамм какао және 240 грамм қаймақ. 3 жұмыртқамызды дайындап қоямыз. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды салып, үстіне қантымызды қосып, миксермен көпіргенше араластырып аламыз. Массамыз осылай ағару қажет. Енді үстіне 220 грамм сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап миксерлейтін боламыз. Енді 300 грамм ұнымызға 30 грамм какаомызды және 1 қасық содамызды, 1 қасық қосқышымызды қосып, бәрін електен өткізіп, массамызға 3 бөліп салатын боламыз. Міндетті түрде електен өткізгендеріңіз жақсы. Осындай ішіндегі қара ұнтақтардың бәрін қолымызбен езіп, өткізіп алатын боламыз. Енді массамызға 3 бөліп салатын боламыз. Қаймағымызды 1 қасық салып, сосын үстіне електен өткізілген ұнымызды салып отырып миксерлейміз. Ұнымыз шашырамас үшін миксермен осылай бәрін бір тегіс араласқанша миксерді қоспай тұрып, осылай айналдырып алғандарыңыз дұрыс. Біздің қамырымыз дайын. Осындай қоюлықта болуы керек. Енді қамырымызды пергамент қағазымызға саламыз. Ол үшін 4 бөлікке бөліп дайындап аламыз. Мен формамды 24 сантиметрлікпен пісіретін боламын. Әрбір данасына 2 қасықтан саламын. Корждарымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 5-6 минутта пісіріп аламыз. Осылай айналдырып, дұрыстап жағып шығамыз. Жан жағы, шет жақтары жұқа болып қалмау керек. Пешке салғаннан кейін тез-тез пісіп шығады, сондықтан да қарап отырыңыздар. Мінекей біздің корждарымыз дайын болды. Өте нәзік, жұмсақ болып шықты. Бұның піскен-піспегенін білу үшін ағаш таяқшамен қарасаңыздар болады. Енді корждарымыз суығанша кремін дайындаймыз. Мен креміне сахарный пудра, қою кремінен милетта және сливкидің 33%-ын қосатын боламын. Сливкимізді ыдысымызға құйып 5 минуттай миксерлеп аламыз. Мінекей осындай қоюлыққа келген кезде сүзбелі ірімшігімізбен сахарный пудрамызды салып жібереміз. Барлығын бірге жақсылап араластырамыз. Мінекей біздің креміміз осындай қою болу керек. Енді маған ыңғайлы болу үшін кондитер қапшығына салып дайындап аламын. Мінекей енді ең маңызды жеріне келдік. Әркім өзінің фантазиясына қарай сәндеуге болады. Мен осылай барлығын креммен жағып, бетіне пистондармен әдемілейтін боламын. Осылай пистондардың бәрін қойып шығамыз. Енді мастикамен жұмыс жасаймыз. Мен мастиканы әрдайым кондитерлік дүкенінен сатып аламын. Осындай формамен атын жазып шығаратын боламын. Негізі мастиканы қолдан да жасауға болады. Қант ұнтағы, желатин және де судан тұрады, бірақ сатып алған тиімдірек. Мен осылай қызыл мастикамен арнайы жеуге жарамды пищевой фломастермен
атын жазатын боламын. Видеода көріп отырғандарыңыздай ручканы солақаймен жазамын. Қанша анам оң қолмен үйретсе де осылай өзім ыңғайым сол жағым болды. Осылай жазып, енді тортымыздың бетіне әдемілеп қойып аламыз. Мінекей вупи-пай тортым дайын болды. Өте керемет, әдемі болып шықты. Мен осылай мандаринімді пищевой жылтырақпен сәндеп алдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса, маған лайк басып пікір жазуды ұмытпаңыздар.